Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен 5-ші сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен тәрбиенің қайнар бұлағы атты бөлім бойынша сабақ өткіземіз. Сабағымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің «Атымтай жомарт» әңгімесі. Сабаққа негізделген оқу мақсаттары: түсіну және жауап беру 2, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау. Балалар, біз бұған дейін Ыбырай Алтынсариннің «Қыпшақ Сейітқұл» әңгімесі бойынша таныстық. Ендеше бүгін «Атымтай жомарт» әңгімесінің мазмұнымен танысамыз. «Атымтай жомарт» әңгімесі не туралы екен? Тыңдап көрелік. Атымтай жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі-құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып, жұмыс қылады екен. Bir gün өзінің жақын таныстары сұрапты дейді: «О, Жомартжан, Құдай берген дәулетіңіз бар. Ашқа тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйте тұрып, өз басыңызды кемшілікке салып, жете алмаған жарылша отын кесіп, шөп тасығаныңыздың мағынасы не?» деп сұрапты. Сонда Жомарт айтты дейді: «Оған түрлі 4 себеп бар. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім. Асқан дәулетті өне бойы әдет етсең, көңілге жел кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам, мұным кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер ғибрат алсын деймін. Ал үшіншісі, күн сайын өз бейнетіммен тапқан 1-2 пұлға нан сатып алып жесем де, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай, көбісін өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын деген екен. Міне балалар, әңгіменің мазмұнымен таныстық. Әңгіме не туралы екен? Яғни, еш нәрсеге мұқтаждығы жоқ Атымтайдың еңбектенуі туралы. Бұл ел аузында ертегі жыр болып кеткен ежелгі араб жұртының әңгімесі болатын. Ыбырай атамыз осы ел аузындағы ертегіні сіздер сияқты балаларға арнап әңгіме қылып сұнған екен. Балалар, бұл әңгімені оқи отырып, таныс емес, көнерген сөздерге кезіктік. Солай емес пе? Ендеше сол сөздердің сыр сандығын ашып алайық. Көңілге жел кіру, адамның көңілінде басқалардан артық, үстемін деп қарайтын ойдың пайда болуы. Кем-кетікке жәрдем беру, жоқтарға қамқорлық көрсету, әбірет алу, ғибрат, тәлім-тәрбие, үлгі, өнеге деген мағынаны білдіреді. Міне балалар, бұл сөздерді ұдайы жадымызда ұстайық. Балалар, шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтайық. Ол үшін пирамидалық талқылау әдісі бойынша тапсырма орындаймыз. Балалар, тапсырманы орындамас бұрын шығарманың тақырыбы, идеясы деген не? Әдеби терминдерді тағы бір еске түсірейік. Шығарманың тақырыбы жазушы суреттеп отырған шығармаға негіз, арқау болған өмір құбылыстарының түйіні болса, шығарманың идеясы жазушы өзі суреттеп отырған өмір құбылысы туралы айтайын деген негізгі ойы болатын. Көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы бір-бірімен тығыз байланысты ұғымдар. Туындыда көтерілген тақырыпты танытуда қаламгердің ойы мен көзқарасы шығарманың идеясы болып табылады. Балалар, тақырып, идея дегенді ұғынып алдық па? Ендеше тапсырма орындайық.
Балалар, тапсырманы орындап болдық па? Ендеше бірге талқылайық. Шығарманың тақырыбы еңбек туралы. Негізгі идеясы, яғни айтайын деген ойы автордың. Адам барлықты міндет қылмай, яғни байлықты еңбектен қол үзбеуге үндейді. Кейіпкері Атымтай Жомарт. Мәселенің қазіргі таңдағы көрінісі еңбек тақырыбы қашанда өзекті балалар. Адам өмірінің мәні мен мағынасы осы еңбекте екендігін дәлелдейді. Ол адам өмірінің еңбек әрекетінсіз мәнсіз екен. Бұл шығармадан түйгеніміз еңбек етуге жай ғана еңбектене біл деп емес, еңбекпен табылған дәмнің тәтті болатындығын бір ауыз сөзбен айту арқылы шығарманың түйінін бізге шешіп бергендей. Жарайсыздар балалар, бұл тапсырманы орындап болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Сыңарын тап әдісі арқылы балалар берілген сурет пен әңгіме бөліктерін сәйкестендіреміз. Міне балалар, суреттерді көріп алдық па? Көрсек, әңгіме бөліктерімен сәйкестендіріп көрейік. Тапсырманы орындап болдық па? Ендеше өзіңді тексер. Міне балалар, бұл тапсырманы орындау арқылы әңгіменің мазмұнымен тағы бір қайта танысып алғандаймыз. Ендеше балалар, ойыңды білдір әдісі арқылы бүгінгі шығарманың тақырыбы мен идеясы не туралы? Атымтай Жомарт әңгімесі қандай үлгі өнеге көрсетеді бізге? Әңгімеден түйген ойларыңызды мақал-мәтелдермен қорытындылаңыз. Балалар, шығарманың тақырыбы еңбек туралы. Шығарманың идеясы, яғни идея деп отырғанымыз, автордың айтқысы келген ойы қандай екен? Еңбекті дәріптеу, ешқандай еңбек әрекетінсіз адамның өмірі мәнсіз екендігі, төрт түлігі сай бола тұра еңбек етуі, бұл Атымтайдай жомартты жастарға үлгі ету екен. Атымтай Жомарт әңгімесі қандай үлгі өнеге көрсетеді? Қайырымды, ізгі жүректі болуға, жетім жесірге қамқоршы болуға үндейді екен. Әңгімеден түйген ойларыңызды мақал-мәтелдермен қорытындылаңыз. Балалар, мен былай айтар едім. Атымтай Жомарт әңгімесінде бір-екі пұлға нан сатып алып жесем де, бойыма сол тамақ болып тариды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі болады екен деген жолды, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген мақалдың мағынасымен ұштасып жатқандай. Жарайсыздар балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, кері байланыс берейік. Кері байланысты SMS әдісі арқылы мұғалімге жолдайық. Бүгінгі сабақ туралы ойларыңызды ұялы телефонға хабарлама ретінде жазыңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.